Бұдан бұлай мектеп мұғалімдеріне кәсіби мұғалім деген жаңа санат беріледі. Олардың негізгі айлығына 50% үстеме қосылмақ. Бұл туралы білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетов айтты. Бүгін мәжілісте мұғалім мамандығының беделін арттыру мәселелері қаралды. Мұғалім жалақысымен бірге мәртебесі қалай өседі? Дәуренбек Бағдаулет баяндайды. Биылдан бастап жаңартылған оқу процесінде білім алған ұстаздардың айлығы 30%-ға көтерілгені белгілі. Алайда колледж ұстаздары мен мектеп директорлары және олардың орынбасарлары бұл уақыттан тыс қалды. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін олар арнайы аттестациядан өтуі керек. Мұғалімдерге біз біліктілігіне байланысты аттестацияны өткізіп, жалақысын көбейтейін деп жатырмыз. Сол механизмді алып, оны директорлерге де, завучтарға да жеткізіп, осындай жолмен шешу керек деп өзіміз ойлаймыз. Бұдан өзге енді кәсіби мұғалім деген түсінік қалыптасады. Бұл ең жоғарғы санатты педагог. Сондықтан айлығына 50% қосылады. Биыл ұстаздардың айлығын көтеруге республикалық бюджеттен 70 миллиард теңге қарастырылған. Алайда жалақымен бірге мұғалім беделі көтерілмей тұр. Сабаққа келіп, шашын жұлып, ауруханаға жатқыздырғанда ата-ана ол мұғалім болып шықты былай қарағанда. Соғатында мұғалімге айналды, ұрсатында мұғалім болуға айналды шындығында. Мәртебесін бүгінгі таңда жоғарылату ол өзекті проблема. Проблемалардың бірлігі әрине мұғалімдердің жетіспеулігі. Одан кейін мұғалімдер көп қағазбастылыққа, яғни қағазбен көп жұмыс жасайды. Енді ұстаздар қағазбастылықтан құтылады. Бұдан бұлай мұғалім сабақ жоспары, күнтізбелік жоспар және сынып журналынан өзге ешқандай қағаз толтырмауына құқылы. Министрлікте осындай жарғыға қол қойылған. Ал одан өзге қағаз жазу заңға қайшы. Министрлік мұны өз бақылауына алмақ. Бұдан бұлай мұғалімдер ортоқпақтың астында қалмау үшін мектеппен ата-ана арасында келісімшарт жасалады. Онда қос тараптың құқығы жазылған. Ал оны бұзғандар жауапкершілікке тартылады. Кадр тапшылығы, мектеп жетіспеушілігі әлі де өткір. Өйткені халық саны артып, ауылдан қалаға ағылғандардың саны артқан. Яғни урбанизация қарқынды жүріп жатыр. Оның үстіне 2 жылда кеміне 300-ге жуық мектеп салыну керек, ал оған 400 миллиард теңге қаражат қажет. Министр бұл істі мұнан әрмен жалғастырамыз деп отыр. Дәуренбек Бағдаулет, Алмас Жылубаев, Астана телеарнасы.